Баршаңызға сәлем. Бүгін қысқа өте оңай дайындалатын цицибели салатын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті көкөністер: 4 кг қызанақ, 1 кг болгар бұрышы, және де 1 кг пияз, сәбіз, 2 бас сарымсақ және 1 ащы бұрыш қажет болады. Енді біз осы көкөністерімізді ет тартқыштан өткізуге дайындап аламыз. Бірнеше майда бөліктерге бөліп, артық жерлерін алып тастаймыз. Жуып тазаланған болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап аламыз, яғни ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы. Одан кейін сәбізімізді, сол сияқты жуамызды және қызанақтарымызды да осындай бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Біздің көкөністеріміз ет тартқыштан өткізуге дайын. Барлық көкөністерді рет-ретімен ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Салат қайнататын ыдысымызды алып, ет тартқыштан өткізілген барлық көкөністерімізді сол ыдысқа құйып шығамыз. Одан кейін үстіне 2 ас қасық тұзымызды саламыз және түйір қара бұрыштан 8-10 дана салып шығамыз. Одан кейін үстіне 200 мл сұйық майымызды құйып, әбден араластырып аламыз. Одан кейін майдалап туралған ас көгімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Сарымсағымызды салат қайнап, салатымыз дайын болуға 15 минут қалған кезде қосатын боламыз. Енді салатымызды отқа қоямыз. Газдың астын барынша ашып, бір қайнатып аламыз. Міне біздің салатымыз қайнап жатыр. Енді қайнағаннан кейін араластырып, газдың астын басып, жай отта салатымызды 2 сағаттай қайнатамыз. Біздің салатымыз дайын. Енді стерилденген банкілерімізге салатымызды құйып, закрывашкамен аузын жауып аламыз.
Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалатын салат. Жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет болып шығады. Іске сәт!